Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте дәмді, әрі дастарханда өте әдемі көрінетін ерекше тіске басардың рецептімен бөлісемін. Алдымен бізге керегі 600-700 грамм тауық еті. Видеода көріп тұрғандарыңыздай тауық етін жіңішке әрі ұзын қылып турап аламыз. Барынша ұзыншалап турауға тырысыңыз. Барлық етті дәл солай ұзын қылып турап алғаннан кейін, оны бір ыдысқа салып, оған кез келген тауық етіне арналған дәмдеуіштен 2 шай қасық қосамыз. Және шамалы тұз және 2 ас қасық сұйық май құямыз. Енді осыны қолмен жақсылап араластырып, бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындайық. Ол үшін бір қызанақты видеодағыдай ұсақтап турап аламыз. Және де 50 грамм ірімшікті үккіштен өткіземіз. Ірімшікті қосу міндетті емес, қоссаңыз да қалауыңыз бойынша қоспасаңыз да болады. Және негізі жасыл пияз қосқан дұрыс, бірақ менде болмағандықтан салат жапырағын ұсақтап турап қостым. Және де піскен 2 жұмыртқаны үккіштен өткізіп қосамыз. Қалауыңыз бойынша шамалы тұз қосып, және 2 ас қасық майонез салып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салмамыз да дайын. Енді пештің ыдысына пергамент қағазын төсеп, және біздің тауықтарды орауға арнайы мен осылай фольгадан диаметрі 2 см болатындай етіп, ұзынша таяқшалар секілді жасап алдым. Бірақ сіздер арнайы дүкенде осындай темір трубочкалар сатады. Сондайды да қолдансаңыз болады. Енді біздің ұзын тауық еттерін алып, осы біздің фольгадан жасалған таяқшамызға жақсылап бір-бірінің үстіне шығарып, орап аламыз. Тауық етін барынша ұзыншағып турасаңыз, осылай сізде айналдырып орауға өте ыңғайлы болады. Және еттің біріккен жерін астыға қарай қаратып қоямыз. Еттер піскенде арасы ашылып кетпеу үшін бір-бірінің үстіне шамалы шығарып ораңыз. Сонда піскен кезде олардың аралары ашылмайды. Осы рецепт бойынша менде 10 осындай трубочка және ұсақ тауық еттері қалды. Енді 180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіреміз. Өте ұзақ ұстасаңыз, етіңіз құрғап, қатайып, аралары ашылып кетеді. Сондықтан одан артық ұстамаңыз. Міне біздің еттеріміз де пісіп дайын болды. Шамалы суығаннан кейін видеодағындай фольгаларды ортасынан алып тастайсыз.
Енді орталарын салмамен толтырайық. Сіздің жаңағы басында фольгадан жасаған таяқшаларыңыз диаметрі 2 сантиметрдей болсын дегенім. Осылай салмасын салғанда ортасына ыңғайлы болады. Егер жіңішке болып кетсе, оған ортасын толтыру кішкене қиынға түседі. Мен осындай суши жеуге арналған ағаш таяқшалардың көмегімен нығыздап орталарын толтырдым. Дәл солай барлық рулеттің ортасын салмамен толтырып шығамыз. Міне біздің ерекше өте дәмді тіске басарымыз да дайын болды. Жасап көріңіздер, видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет, ас болсын!